Ассалаумағалейкум достар, екінші сұраққа жеттік. Екінші сұрақтың тақырыбы орта ғасырларда орыс қалаларының анасы деп аталған қала. Жауаптар: Мәскеу, Псков, Новгород, Тверь, Киев дейтін жауаптар бар, иә. Енді орта ғасыр қай уақыт, сол хронологиясын тоқтайық. Орта ғасыр бізде яғни екі әлемді қарастырамыз. Батыс мәдениет және шығыс, яғни бізде орта ғасыр шығыста то есть шығыста бізде тарихта үшке бөлеміз айттық, иә. Ежелгі, орта ғасыр, ежелгі ғасыр, орта ғасыр және жаңа ғасыр, иә. Ежелгі ғасыр, яғни антик дәуірі, орта ғасыр феодализм, жаңа ғасыр қазір капиталистік жаңа дәуір, иә. Сол орта ғасыр біздерде батыс, яғни Еуропа елдерінде кеш басталды, яғни шамамен батыс Рим екіге бөлінген сәттен басталды, яғни екіге бөлінген сәттен басталды. Сосын ағылшын буржуазиясы құрылғанға дейінгі аралықта болды. Ал шығыста әлі күнге дейін, яғни феодалдық мемлекеттер кездеседі. Оны қазіргі таңда 20 ғасырда қандай мемлекеттер дейміз? Аграрлық мемлекеттер, яғни әлі күнге дейін ауыл шаруашылығымен айналысатын мемлекеттер. Енді примерно логика, феодализм дейтін не? Феодализм ол сіздің шаруашылығыңыздың жерге негізделуі, яғни ең басты күш ол жер, сіздің ең басты құнды дүниеңіз ол сіздің жеріңіз. Яғни осы, яғни фео деген жер, феодал соны шаруа, феодализм сол өркениеттің атауы. Енді орта ғасыр көбіне осы феодализм. Енді осы сұрақ мынандай болып тұр: орыс қалаларының анасы деп аталған қала. Енді прямой тікелей тарихты қарастырайық. Енді орыс, яғни Ресей империясы құрылғанға дейін бізде Русь империясы болды, оның ішінде Киев Русі. Енді орта ғасырдың хронологиясын айттым жаңа. Шамамен 4-ші ғасырларда басталды, 14-15 ғасырлар аралығында болды, иә. 11 және 12 ғасырлардағы Русь. Енді былай қарасақ, шығыс, енді жалпы Русь тайпалары шығыс славян тайпаларына жатады. Содан бастап қарастырамыз төменге қарай. Шығыс славян тайпалары 6-шы ғасырда, яғни Киевтен Воронежге дейінгі орман дала алқабын шығыс славян тайпалары мекендеген. Олардың жерінде құрылған мемлекеттер Русь деп атаған. Және 9-шы ғасырдың басында шығыс тайпалары екі мемлекеттік одақ құрады. Біріншісі Полян, екіншісі солтүстік Ильмень көлінің маңындағы Кривич және басқа тайпа одақтары. Осылай шығыс славян тайпалары негізі қалыптасады. Мына тілдер таралуы болсын, бөліп қарастырамыз. Алтай жанындағы түріктер, славяндар, готтар мысалы, иә. Соның ішіндегі Русь империясы, алда келе жатқан Русь деп құрылған мемлекет осы шығыс славян тайпаларынан шыққан. Енді кеттік Киев Русінің құрылуы. 882 жылы, 1132 жылы аралығында, яғни дүниеде, яғни осындай уақытта, яғни мемлекет құрылған, яғни осы уақытта тіршілік еткен. 882 жылы Рюрикович князьдің басшылығымен ірі шығыс славяндық көшпенді князьдықтар, полян князьдықтары біріктіріледі. Нәтижесінде міне Рюрикович династиясы басқарылған монархиялық ежелгі мемлекет Киев Русі қалыптасады. 882 жылы біріккен мемлекет астанасы болып Киев қаласы тағайындалады, иә. Осылай, міне жалпы Киев қаласының негізі құрылуы осылай болды. 882 жылы құрылды. Енді қарайық, жалпы логика осылай. Қысқаша логика осылай. Шығыс славян тайпалары бірігіп, сол жерде Русь мемлекетін құрады. Одан кейін ежелгі мемлекет Киев Русь деп қалыптасты. Одан кейін астанасы Киев болды. Енді жалпы бұл қала туралы мына жерден күшті мәлімет көрсетейін, енді тікелей сұраққа жауап болатындай. Міне, яғни көшпенділер деген отырықшы мемлекетке әлі айналмаған, яғни негізгі шаруашылығын айтып кеткендей жер өңдеу, аңшылық деген секілді шаруашылықтармен айналысып отырған. Көшпенділер болған қанды кезеңде салынған үйлер Киевтен басқа қалаларда күні бүгінге дейін тұр. Олардың ең бірегейі София соборы, яғни көшпенділер болған қанды шайқастың орнына салынған Киев орыс қалаларының анасы деп аталды. Демек жауабымыз тауып тұр, орыс қалаларының анасы деп аталған, ол бізде Киев. Яғни әуелден басын, енді анасы деген негізін алған деген сөз ғой. Бірсін айтқанда, орыс қалалар осы әуелі Русь империясы құрылған кезде осы Киев Русінің астанасы осы Киев қаласы сол орыс қалаларының анасы деп аталған. Логика қарапайым. Енді ары қарай билеушілер, Ярослав Мудрый туралы оған тоқталармыз. Мына сол уақытта жазылған заң, Русская правда.
таптық күрестің өсуіне байланысты үстем тапты қорғайтын қосымша заңдар қажет болды. Шамамен 1072 жылы үш ағайынды Ярославичтер Киевте жаңа князьдік заң Русская правданы жасады. Ол қауым мүшелері үшін қатаң заң болды. Әрбір бабы князь мүддесін қорғады, яғни патшалықты болып қорғады. Русская правданың бірнеше бабын келтіре кетейік. Егер басқарушы қарақшылықпен өлтірілсе, жергілікті шаруалар адам өлтірушіні іздемесе, онда өліктің денесі табылған жерде бүкіл қауым айып, яғни вера төлейді. Яғни бүкілі бір басшы үшін жауап береді. Егер басқарушы немесе жылқы мен сиырдың қасында өлтірілсе, кінәлі адамды өлтіру керек. Князь тапсырмаларын орындаушы, яғни тиын өлтірілсе де осылай істеу керек. Яғни қасында болған адамдардың өздерінің құқығы осылай қорғалған, иә. Князьдің тапсырмаларын орындаушы өлтірген үшін 80 гривен айып салынады. Князьдің ауыл шаруашылық жұмыстарын басқаратын старостаны өлтірген үшін айып 12 гривен. Шаруа немесе малайды өлтірген үшін салынатын айып 5 гривен, яғни басшының құқығы қаттырақ сақталған ғой, шаруадан қарағанда. Ал орта ғасыр ол бізде шаруашылыққа негізделген ғасыр ретінде қарастырылады. Енді жалпы негізгі сұраққа тікелей жеткілікті мәселе осы. Қалған қалалардың негізгі қалалану орта ғасырлардан кейін болған қалалар көбісі. Жалпы негізгі осы білу керек мәлімет.